Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырып 17-ші аптаның жүктілігі туралы болмақ. 17-ші аптада жүктілік қалай өтеді, сол туралы әңгіме қозғайтын боламыз. 17-ші аптада, бұл аптада егер УЗИ жасайтын болсаңыз, баланың жынысын толық қанды УЗИде айтып бере алады, қыз немесе ұл екендігін. 17-ші аптада бала қимылдайды, қозғалады. Әрине, баланың апта өскен сайын қимыл қозғалысы көбейіп, қимыл қозғалысы жиілеп, сіз оны қатты өскен сайын, апта өткен сайын қатты байқайтын боласыз. Бірақ осы 17-ші аптадан бастап сіз баланың қимылын байқай бастайсыз. Қазір бала көп қимылдағанмен соны қатты сезінбеуіңіз мүмкін, бірақ анда-санда сіз баланың қимыл қозғалысын сезініп қалуыңыз мүмкін. Бала бұл аптадан бастап өте активный бола бастайды, активті түрде өсе бастайды, бірақ бала әлі де қатты салмақ алмаған, кәдімгідей не секілді, скелет секілді әлі енді ғана салмақ алып бастайды. Сол себепті бала әлі кішкентай болады, құрсақтағы бала. Бұл аптада әйелде егер қатты шаршаңқылық болып жатса, онда барып гинекологпен кеңескен дұрыс болады. Не үшін, не себепті? Әрине, екіқабаттық кезең бойы ол шаршаңқылық болып тұрады, бірақ өте қатты шаршаңқылық, өте қатты бір ұйқыңыз келіп тұрса, онда бұл жерде гинекологыңызға барып ақылдасқаныңыз жөн болады. Бұл аптада баланың қаңқасы нығаюын жалғастырады. Бұл аптада тісінің иектері қалыптасуы мүмкін балада. Бұл аптада әйел не сезінеді? Әйелде бұл кезеңнен бастап, осы 17-ші аптадан бастап, жалпы негізі бірден резко дейміз ғой, бірден тұрып кетуге, бірден жатып, бірден отырып, бірден қимылдап кетуге болмайды, себебі кішкене жай қимылдауға тура келеді, себебі іштегі бала үлкейіп келе жатыр, іштегі балаға ыңғайсыз болмау үшін кейде осындай жүкті әйелдерде бірден тұрып, бірден қимылдап, бірден резко қимыл жасап, бірден ауыр көтеріп қойғанда угрозалар болып жатады. Сол себепті де кішкене қимыл қозғалысты жатқан кезде де, тұрған кезде де жай жасаған дұрыс болады. Егер жататын болсаңыз, бір жағыңызға жатып, бір бүйірден жатып, оң жақ бүйір немесе сол жақ бүйірде жатып, тізеңіздің арасына жастық қыстырып қойсаңыз болады. Егер оған дейінгі балаларыңыз болса, ол балаларыңызды көтермей қолынан жетектеп жүруге тура келеді және бұған үйретуге тура келеді. Себебі ол ауыр зат көтерген сайын ол беліңізге зиян, біріншіден, екіншіден аяғыңызға да салмақ түседі, арқаңызға да салмақ түседі. Көп екіқабат әйелдердің арқасын ауырып кететін себебі бүйтіп жүріп қаламыз ғой, біз ішімізге былай салмақ түскенге біз бүйтіп жүріп қаламыз. Көбіне көп тірліктің бәрін қазіргі таңда осылай істейміз. Сол себепті арқамыз біздің ауырып кетуі мүмкін. Арнайы массаж жасайтын орталыққа барып тек қана арқаға ғана, мойын мен арқаға ғана массаж алсаңыз болады. Ол өзіңіздің денсаулығыңызға да жақсы. Мен бірінші екіқабаттықта массаж алатын ылғи да, себебі менде угроза болып қалғаннан кейін, қатты көп бір қимылдарды істей алмайтын болғаннан кейін, көбіне көп үй жағдайында болғаннан кейін, менде арқам қатты ауырсынып кететін кездер болды. Онысы баламның салмағы да болды. Сол себепті де кішкене арқаға өзіңіз массаж жасайсыз, өзіңіз жасап, болмаса массажный орталықтарға барып массаж алып алсаңыз, өзіңізге де жақсы, өзіңіздің жүйке жүйеңіз тынышталып, жақсы болып жүресіз. Себебі арқаның қатпарлануы, арқаның ауырсынып тұруы да жүйкеге әсер етеді. Екіқабат әйел енді барынша жүйкесін жұқартпай, жақсы не болу керек деп айтады ғой енді. Магний B6 деп, магний B6 ішуге кеңес береді гинекологтар. Магний B6 нервтік жүйке жүйені кішкене болсын басады. Угроза кезінде де осы магний B6-ті айтады. Онысы аяқ қол тартылып қалуынан, аяқ қолыңыз тартылып қала бермейді. Екіқабат кезінде ондай нәрсе болуы мүмкін. Аяқ қол тартылып қалуы деген секілді.
осы магний B6-те ішсеңіз, анағұрлым өзіңізді жақсы сезініп жүруіңіз мүмкін. Мұны да гинекологыңызбен кеңесіп сұрап көріңіз. 17-ші аптада осындай әйелде өзгерістер болады. Шашы жақсы өсіп, жақсы күшті керемет әсерге бөлінеді дедім. Ол бүткіл екі қабат кезінде сондай болуы мүмкін. Ол туғаннан кейін ғана шаш түсе бастауы мүмкін. Одан кейін тырнақтары кейбір әйелдерде сынғыш болады, кейбір әйелдерде керісінше жақсы өсіп, әдемі болып кетеді. Бұл жерде енді әйел адамның өзіне қаншалықты витамин жетісіп, жетіспейтініне де байланысты. Сол себепті көп гинекологтар витаминге бай тағамдарды жеуді ұсынады. Достар, сіздерге 17-ші апта туралы айтатыным осы. Көргендеріңізге рахмет. Ақпаратым пайдалы болса, арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Себебі Алла қаласа осы жүктілікке, бала дамуына байланысты менің арнамнан талай ақпаратты табатын боласыздар. Жазылуды ұмытпаңыздар, бөлісуді де.